желіде жедел хабар, барша хабардар болсын. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Елімізде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарда біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астында бірден лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңызға батуланың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсын жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. Ресейлік Сбербанк Қазақстанға карта номері бойынша ақша аударуды тоқтатты. Қазақстанда виза және мастеркард төлем жүйелерінің карталарына ақша аударуды іске қосып, бір күннен кейін қайта тоқтатты деп хабарлайды Закон.kz. Коммерсант басылымының жазуынша 5 қыркүйекте ресейлік Сбербанк Қазақстанға виза және мастеркард төлем жүйелерінің карталарына аударымдарды бастады. Бірақ 6 қыркүйекте ақша аударуды тоқтатып, клиенттерге қаражатты қайтара бастады. Қазақстанға аударылған ақша қазақстандық банктердің карталарына түспеген. Басқа да жаңалықтарды білгіңіз келсе арнамызға жазыңыз. Қымбат көрермен, сау сәлеметте болыңыздар.